Bismillah. 2025 сентябрь Қоңыраули деген 16 үңгір анау Баянауыл жерден жоғарыда. Анау жерде. елді мекені. Соған кіріп, зират етіп шықтық. Тағзым етіп, ниетімізді, дұғамызды оқып, ниетіміз қабыл болсын. Тілек тілеп, еліміздің тыныштығын, халқымыздың амандығын, жеріміздің төрт бұрышының түгелдігін, кетіп қалған жерлеріміз қайтып келуін, ұрпақтарымыз тек бақытты болып, иманды болып, осындай жерде қасиетті тастап кеткен ата-аналарымызды жерге қаратпай намысты болсын. Ал енді Меңдібай інім жақсы көретін Машқұр Жүсіп атаның басында да болдық. Ал інісі Меңдібайдан сәлем айттым. Дұғасы қабыл болсын, тілектері қабыл болсын дедім. Енді істеп атқан шаруасы алға жүрсін дедім. Ал енді Меңдібай, енді риза бол. Білем ғой сен осындай тарихты қадірлейтінді, қастерлейтініңді. Жігіттер, аман болайық, сау болайық. Баршаңызға жұғысты болсын. Мынау деген тамаша міне. Тамаша. Әне келіп жатыр әлі. Бізге енді бір нәсіп етіп сол Машқұртадан шыққаннан кейін Баянауылға келіп едік. Одан бір Польшаның волонтер жігіті бар екен, Лукус деген. Сол кездесіп қалып осы жерге әкеліп мына әйтпегенде білмейміз ғой. Ал енді ол бір нәрсеге себеп болып тұрады дейді. Солай бірталай тамаша күш қуат алып, иман байлығын алып. Ал енді мына кемпірім қол бұлғап жатыр. Ей Алла. Ал жақсы жігіттер. Ау. Түсіріп көтім көке. Ей Алла. Кемпір де керек қой үлкейгенде. Ал енді кемпірлерді құрметтеңдер жолдастарыңды. Тек ауызбіршілік болсын, ішкенде шәйлерің дәмді болсын, астарың майлы болсын деген сияқты. Ал жақсы.